Ассалаумағалейкум бауырым. Осы именной LED паномерник кәсібіне қызығушылық танытқаныңызға шын жүректен ризамын. Менің есімім Нұрдәулет. Осы LED паномерник кәсібімен қазіргі таңда айналысып жатырмыз. Және клиент саны көп болуына, біріншіден, екіншіден масштабқа шығуымызға байланысты Қазақстанның әр қаласынан осы кәсіпті менімен бірге бастайтын, с нуля жасайтын серіктестерді іздеудемін. Жалпы кәсіп бастау керек деген сөзді естігенде адамдардың ойына не келеді? Донерка ашу, PlayStation ашу, бір аппарат алу керек, офис алу керек, команда жинау керек, қандай категориялар бар. Миллиондаған ақша керек, немесе кальянны ашу деген сияқты. Особенно жігіттердің ойына в основном сондай ойлар келеді. То есть кәсіп бастау үшін, мысалы бір досыңыздан да сұрасаңыз, брат, давай бірге кәсіп бастайық десең, мен оған ақша керек қой деген ой бірінші айтылады. Ең маңызды ой, кәсіп бастау үшін ақша керек, оған көптеген ақша керек, миллиондаған қаражат қажет деген категориялар бар. Бірақ бұл осы именной LED паномерник кәсібінде бұл сөз жүрмейді. Себебі бұл кәсіпті бастау үшін сізге бір аппарат алудың, станок алудың, бір офис алудың, не бар тағы да, бір қымбат заттар алудың, миллиондаған ақша қалтадан шығарудың, команда жинаудың қажеті жоқ. Бұл кәсіпті бастау үшін, міне видеода әдейі көрсетіп қойдым, бір столдың үстінде ақ қарапайым канцелярский ножбен бастауыңызға болады. Бұл жалпы именной LED паномерник кәсібі, қазір мына жаққа картиналар шығарам, міне машинаға, кәдімгі машинаға жалғайтын паномерникке клиенттің қалаған атын, руын, инстаграмын кейбір кісілер цитатасын да жазып қояды, типа «Дүния временно» деген сияқты цитаталар жазып қояды. Және машинаға жалғап, жаққанда осылай әдемі болып жанып тұрады. Бұл кәсіптің артықшылығы клиентке машинасына вид береді, ерекше дизайн береді, және де егер бір кәсіпкер болса, реклама ғой, короче, живой реклама. Бұл алдағы уақыттарда бұл кәсіп хит болады. Не үшін? Себебі статистикамен айтатын болсам, қараңыздар, Қазақстанда общий 6 миллионға жуық машина бар. Оның 10% бар ғой, 90% алып тастаңыздаршы, 10% маған, мен командама және менімен серіктес болатын кісілерге былайынан жетеді. 600 мың машина сатылым бағасы 6 мың теңге. Есептей беріңіздер, қаншама миллиардтаған ақша бар. Ол барлығымызға жетеді. Сол себепті біз Қазақстан әр қаласынан өзімізге серіктестер іздеп жатырмыз. Және жігіттер, бұл кәсіпті бастау үшін, бағана айтқандай, сізге аппарат, станок алудың еш қажеті жоқ. Бұл кәсіпті бастау үшін канцелярский нож, мынандай светодиодная лента, фишкасы тоғы машинаға жалғайтын. Мынау надпись жабыстырылатын флажок деп аталады, және қарапайым паномерниктің өзі и флажоктың корпустары. Міне осы материалдар бай, аккуратно көрсетейін сіздерге. Бастау үшін осындай қарапайым қолдағы инструменттер. Біз сіздерге бұл қандай материал деген сұрақтарыңыз болса, біз сіздерге өзіміз поставщик болып отырамыз. Тек қана паномерник бермейміз, біз сіздерге мынау материалдарды, полный инструментті береміз алғашында. Потом алдағы уақытта біз сіздерге поставщик болып отырамыз. Полный комплектті, светодиод, фишкасы, тоғы, флажогын, корпусы, паномерникті, осы бір комплектті біз сіздерге беріп отыратын боламыз. Ал енді жігіттер, қараңыздар, бұл салада мен сіздерге қалай айына 300 мың теңге табуға болатынын көрсетіп өтейін тезірек. Біз сіздерге LED паномерникті оптым бағада серіктестерге 1000 теңгеден береміз. Бір штук 1000 теңге. В основном клиенттер 2 штугын алады. Сондағы 2 штук тең 2000 теңге. Алдарына 2000 теңге болады. Сатылым бағасы біз бұны ауадан шығарып жатқан жоқпыз. Өзіміз сатып жатқан баға. Так, 2000 теңге ма? Одан кетті, 12 мың теңгеге сатылады. Сонда бір клиенттен пайда тең 10 мың теңге болады. 12 мың теңгеден 10 мың теңге, 2 мың теңгені аламыз, сонда бір клиенттен пайда 10 мың теңге болады. Қараңыздар, күніне 2 клиентке сатсаңыз, 2 клиент тең 20 мың теңге. Қараңыздар, айына қанша шығара болады? 20 мың. Көбейту 30 күн тең 600 мың теңге. Реально ғой. Біз сіздерге плюс қалай клиент табу жолдарын да үйретеміз. Рекламадан келген заявкаларға қалай сату керек барлығын үйретеміз. Осының минус 300 мың теңгесі доставкаге, рекламаға, таргетке кетті десеңіз, таза 300 мың теңге қалады. LED паномерниктерден айына осылай 300 мың теңге табуға болады. Бұл 2-ақ клиентке сатсаңыз, ал күніне сіз 3-4 клиентке сатсаңыз, немесе одан да көп клиент тапсаңыз, проблема жоқ. 400, 500, 600 мың теңге айына табуға болады.
Ал енді жігіттер қараңыздар, бағана айтып өткендей біз осы кәсіпті бізбен бірге бастайтын Қазақстанның әр қаласынан өзімізге серіктестер іздеп жатырмыз. Не үшін серіктестік? Потому что біз сіздерді товармен өзіміз қамтып отырамыз. Мынау товарды, материалды, сырьелар таппайсыздар, тапсаңыздар қымбатқа табасыздар. Біз сіздерге бір комплектті полный 1000 теңгеге ғана беріп отырамыз. Оны сіздер 6000 теңгеге сатасыздар. Бір клиенттен таза пайда 5000 теңге, екі клиентке 2 штугын сатсаңыз бір клиентке 10000 теңге пайда қалады. Біріншіден. Екіншіден, біз сіздерге серіктес атансаңыз, алғашқы 10 штук комплект товар береміз. Полный инструменттерді салып жібереміз. Клейі бар, светодиоды бар, канцелярский ножы бар. Осы инструменттерді салып жібереміз. Үшіншіден, сіздің кураторыңыз болады. Техподдержка ғой, былай айтқанда. Күндізгі 10-нан түнгі 10-ға дейін кез келген уақытта мазалай берсеңіз болады. Любой сұрағыңызға жауап береді. Плюс біз сіздерге видео уроктар дайындап қойдық. Подомерникті қалай жасау керек, от үйдо кәдімгідей көрсетіп береміз, полный. Плюс клиент табу жолдары және сату жолдарын да сіздерге үйретіп береміз. Барлығы реальный ақша табуға болатын кәсіп. Егер де серіктестік сізді қызықтырса, бағасын білгіңіз келсе, немесе тағы да толық ақпарат алғыңыз келсе, осы видеоны көріп болған соң, маған чатқа серіктестік деген сөзді жазып жіберіңіз. Мен немесе менің менеджерлерім сіздерге хабарласып, қыздар бар, балдар бар, сіздерге хабарласып, серіктестік жайлы тағы да толық ақпарат беретін болады. Надеюсь, полный түсіндіңіздер, сіздерді серіктестікте күтем.